Ағайын, мен жайлы не десеңдер де өздерің біліңдер. Көршінің өсегіне азық, таныстың талқысына тақырып болармын бәлкім. Кім біледі, сыртымнан 5 уақыт намазы жоқ деп мән тағатындар да табылар. Бірақ менің арым өз алдымда, иманым жүрегімде. Менің маңдайым күн сайын сәждеге тимейтін шығар. Бірақ менің көкірегімде Құдайдың барын сезетін, содан қорқатын тірі жүрек бар. Мен біреудің ала жібін аттаудан, кісі ақысын жеуден, обал жасаудан қорқамын. Құдайдан қорқан адам ғибадатымен ғана емес, ниетімен де таза болады. Ең бастысы, мен бетперде кимеймін. Жұртқа жақсы көріну үшін тақуа болып көрінбеймін. Адамдар мақтасын деп әулие